Армысыздар, құрметті ұстаздар қауымы. Біз 2022 жылдың ақпан айынан бастап ұлт зиялыларының білім, ғылым, мәдениет, педагогика саласындағы идеяларын, концепцияларын талдап, оны өздеріңізге насихаттаудамыз. Мақсатымыз сол ұлттың ұлы тұлғаларының білімге, ғылымға, мәдениетке байланысты көзқарастарымен бөлісу, олар сол идеялардың оқу үдерісіне енуіне, дендебеніне мүмкіндігінше үлес қосу. Бүгінде сол үрдісті жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Алашорда кезеңінің көрнекті өкілі, жазушы, ғалым Жүсіпбек Аймауытұлы. Бүгін біз Жүсіпбек Аймауытұлының екі кітабына шолу жасамақшымыз. Біріншісі 1926 жылы жарық көрген «Психология» деген кітап, екіншісі 1926 жылы Мәскеу қаласында жарық көрген «Жан жүйесі және өнер таңдау» атты кітаптары. Міне осы Жүсіпбек Аймауытұлының өмір жолына арналған бейнероликке кезек берсек, соны тамашалаңыздар. Жүсіпбек Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Ол жастайынан арабша хат танып, Керекудегі қазыналық ауыл шаруашылық мектебінде білім алады. 1911-1914 жылдары ауылда мұғалім болып жұмыс істейді. 1914-1918 жылдары Семей оқытушылар семинариясында оқиды. Осы кездері Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуесовпен араласып, Алашорда қайраткерлерімен бірге Абай журналын шығаруға атсалысады. 1920 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссариаты комиссарының орынбасары болып тағайындалады. Қазақ тілі газетінің редакторы болып қызмет атқарады. 1924 жылдан Ташкентте шығатын Ақжол газетінің бөлім меңгерушісі, кейін Шымкент педагогикалық техникумның директоры қызметін атқарады. Жүсіпбек Аймауытов психология, педагогика ғылымдары бағытында мұғалімдерге арналған көмекші құралдар, оқу ағарту мәселелеріне қатысты бірқатар ғылыми еңбектер жарыққа шығарды. Оның халыққа білім беру орындарында ұстаздық, жетекшілік қызмет істей жүріп, жаңаша білім беру мақсатында жазған «Тәрбиеге жетекші», «Психология», «Жан жүйесі» және «Өнер таңдау» атты ғылыми еңбектері қазірде білім беру саласындағы құнды шығармалар қатарында. Бауыржан Момышұлы, ұстазы Жүсіпбек туралы. Бізде пролетариат диктатурасы. Ал кез келген диктатура ешқашан өзінің дұшпанын кешірмейді. Солардың ішінде диктатураның өзде кінә тағалмайтын адамның бірі Жүсіпбек Аймауытов. Менің ұлы ұстазым. Міне, құрметті ұстаздар қауым, менің қолымда жаңа біз атап өткен 1926 жылы, осыдан 100 жыл бұрын жарық көрген «Психология» атты Жүсіпбек Аймауытовтың еңбегі. Осы еңбектің PDF нұсқасын қазір біздің IT мамандар чатқа тастайды. Еңбекпен танысып, өз практикаларыңызда қолданасыздар, оқисыздар деген ниеттеміз. Міне қазір біздің мамандар осы кітаптың PDF нұсқасын чатқа тастады. Енді жалпы Жүсіпбек Аймауытовтың жазушы екенін білеміз, бірақ сол ұлтқа керек болғандықтан, ұлттың қажеті үшін бұл кісілер ғылым саласында да қалам тербеді. Оны біз алдындағы Мағжан Жұмабаевқа арналған бағдарламамызда тоқталған едік. Міне «Психология» деген құнды еңбек осы. Бұл кітаптың PDF нұсқасы қазір өздеріңіздің чаттарыңызға тасталды. Енді бүгінгі негізгі тақырыпқа кірісер алдында сіздерге сұрақ қойсақ деп отырмыз. Жүсіпбек Аймауытовтың өміріне, шығармашылығына және біздің тілімізге тиек етіп отырған осы екі еңбекке қатысты 3 сұрақ қойайын деп отырмыз. Сұраққа екі түрлі жолмен жауап бере аласыздар. Біріншісі мына экранда көрсетіліп тұрған QR код арқылы жауап бере аласыздар. Екінші, қазір чатқа сілтеме жіберілді. Сол сілтемені басу арқылы жауап бере аласыздар. Бірінші сұрақты оқып танысып көрсек. Үш сұрақта осы Жүсіпбек Аймауытұлының бүгінгі қозғалайын деп отырған кітабына байланысты. Бірінші сұрақ: төмендегі тұлғалардың қайсысы Жүсіпбектің дәрістерін тыңдаған, әрі өзін Жүсіпбек Аймауытұлының шәкіртімін деп санаған деген сұрақ. Сіздерге сұраққа жауап беру үшін 10 секунд уақыт беріледі. Міне алғашқы жауаптар да келіп түсіп жатыр.
және көпшілігі дұрыс жауап берді. Әрине ол Бауыржан Момышұлы. 1926 жылы Жүсіпбек Аймауытұлының Шымкентте педагогикалық техникумда қызмет атқарған айттық. Сол кезде Баукең Жүсіпбек Аймауытұлын көрген және дәрістерін тыңдаған және бүкіл өмір жолында өзіне ұстаз деп санап өткен тұлға. Олай болса, екінші сұрақты берейік экранға. Екінші сұрақ: төмендегі шығармалардың қайсысы Жүсіпбек Аймауытұлының қаламынан туған? 10 секунд уақыт бар. Апамның астауы, қилы кезең және әнші деген шығармалар берілді. Әрине бұл туындының аты әнші. Дұрыс жауап берген әріптестерге үлкен рахмет. Әнші шығармасының авторы Жүсіпбек Аймауытұлы. Енді үшінші сұраққа кезек береміз. Психология атты еңбегінде бір мәселемен ақылдың түгел шұғылдануы деген анықтаманы қай ұғымға берген Жүсіпбек Аймауытұлы? Бір мәселемен ақылдың түгел шұғылдануы деп анықтаманы қай ұғымға берген? Енді бұл жерде дұрыс жауап таңдаған тыңдаушылар да болды, қателескен тыңдаушылар да болды. Дұрыс жауабы әрине ілтипат еді. Ілтипат деген ұғымға Жүсіпбек Аймауытұлы осындай анықтама берген екен. Сауалнамаға қатысқан әріптестерге үлкен рахмет. Міне экранда сауалнаманың нәтижесін көріп отырсыздар. Олай болса, біз негізгі тақырыбымызға көшейік. Негізгі тақырыбымыз Жүсіпбек Аймауытұлы ұлттық психология бедерлері. Біз жаңа әңгімеміздің басында Жүсіпбек Аймауытұлының көрнекті публицист, жазушы, драматург екеніне тоқталдық. Жалпы осы бағытта Жүсіпбек Аймауытұлы мен ойымша әлемдік деңгейге шыққан сирек шеберлердің бірі. Бірақ дегенмен бұл кісінің қаламынан ғылыми еңбектерде туындады. Ол 1924 жылғы тәрбие жетекшісі атты еңбек. Екіншісі 1926 жылы жарық көрген психология атты еңбек. Үшінші еңбек 1926 жылы Мәскеу қаласында жарық көрген жан жүйесі және өнер таңдау болса, төртінші еңбек 1929 жылы жарық көрген комплексті оқыту жолдары деген. Енді осы еңбектердің атауына қарап, ішкі мазмұнына үңіліп отырған кезде бізді бір нәрсе таңғалдырады. Жазушылық бойынша сондай биікке жеткен адамның ғылым саласында да өзінің майталман ірі деңгейдегі ғалым екенін көрсете білгендігі таңғалдырады. Және ұлтқа қызметте бағытты таңдамағандығы, ұлт үшін керек болса, кез келген салада биік нәтиже, биік дәрежеге жете алатындығын көрсететіні шын мәнінде таңғалдырады. Енді біздің бүгінгі мақсатымыз жан жүйесі және өнер таңдау және психология атты еңбектерге шолу деп әңгіменің басында айттық. Әңгіменің бастауын осы жан жүйесі және өнер таңдау деген еңбектен бастайын деп отырмыз. Бұл кітап 1926 жылы Мәскеу қаласында жарық көрген дедік. Енді қазір біздің дәл осы кезеңде мынау кәсіби бағдар, кәсіпті таңдау, мысалға жоғары сыныпқа келген оқушы болашақта кім болады, қандай маман таңдау деген мәселе өте өзекті. Енді осы тақырыпта Жүсіпбек Аймауытұлы осыдан 100 жыл бұрын еңбек шығарған екен. Бұл шын мәнінде де қайран қалдыратын нәрсе. Енді еңбек қалай басталды? Жүсіпбек Аймауытұлының естеліктеріне назар аударып қарасақ, 1909 жылы Жүсіпбек Аймауытұлы математика пән бойынша білім алып жатқан шәкірттерден сауалнама алып, зерттеу жүргізген. Сол зерттеудің нәтижесінде шәкірттердің бір бөлігі өздерінің таңдаған кәсібіне немқұрайлы қарайтынын анықтаған. Содан кейін автор осы кітапты жазсам ғылыми негізде, яғни шәкірттердің болашақ мамандық таңдауына пайдамды септігін тигізем деген мақсатпен осы еңбекті жазам деген шешім қабылдаған. Әдетте тарихта осындай жағдайлар көп қайталанып отырады. Ірі күрделі еңбектердің дүниеге келуіне кейде бір осындай бір тосын кездейсоқ оқиғаларда себеп болып жатады. Енді бұл еңбектің ішіндегі негізгі бір мәселелерге тоқталып кетсек, автор ғылыми тәжірибелік деректерді мол пайдаланған,
одан кейін Англия, Германия, Шотландия, Американың әйгілі университеттерінде жасалған тәжірибелер туралы құнды деректер айтады. 20 ғасырдың басындағы байланыс әрине әлем мемлекеттері арасындағы байланыстың соншалықты қазіргі деңгейде емес екенін ескерсек, автордың Англия, Германия, Шотландия, Американың әйгілі университеттерінде болып жатқан зерттеулерден хабардар болып, оларды талдап, одан қажетті қорытынды шығарып, соны еңбегіне енгізгендігі шын мәнінде таңғаларлық бір деректердің біреуі. Кітаптың 18-ші тарауында неміс психологы Гюго Мюнстерберг жүргізген тәжірибелердің нәтижесін көрсеткен. Американ психологы Марк Болдуин жүргізген тәжірибелерден нақты мысалдар келтірген. 16-ші тарауда 1908 жылы америкалық ғалым Парсонстың кәсіби бағдар беру ұйымын құрғанына жете тоқталған. Сонымен қатар Джеймс Штерн, Мейнинг сияқты ғалымдар жүргізген тәжірибелерден нақты мысалдар келтіреді. Енді осы мысалдарды қазақ баласы үшін, қазақ қауымы үшін қай жері келеді, қай жері келмейді деген мәселені де ұмытпаған. Жалпы 20-шы ғасырдың басындағы әдебиет саласы, мәдениет саласы, ғылым саласындағы авторлардың барлығы осы әлемдік өркениетті, әлемдік ғылымды талдайды, және соның ішінен қазақтың жанына келе ме, келмей ме, қабыса ма, қабыспай ма деген мәселеге қатты жіті мән берген. Мынау жан жүйесі және өнер таңдау деген еңбекте Жүсіпбек Аймауытұлы бүкіл әлемдік тәжірибені талдап отырады да, соның ішінен қазаққа қайсысы келеді деген мәселеге қатты мән берген. Кітапты зерделеп оқып жатқан кезде осыған көз жеткізу қиын емес. Осы кітаптағы негізгі қозғалатын тұжырымдаманың бірі ол неге арналсаң соны істе деген мәселе. Енді бұл әңгімеге Жүсіпбек Аймауытұлы мынандай бір сөзбен бастайды. Бір қараған кезде неге арналсаң соны істе деген бір елеусіз, қарапайым, тіпті бір қараған кезде бір мән беруге де тұрмайтын нәрсе ұқсап көрінеді дейді. Бірақ әлеуметтік тұрғыдан, тұтас бір қоғам тұрғысынан қараған кезде бір адамның, әлеуметтің мүшесінің өз орнында қызмет етпеуі ол үлкен проблема дейді. Неліктен проблема? Өйткені дейді, адам туылған кезде белгілі бір бейіммен туылады дейді. Егер адам өзінің туылған бейімін, өзінің бағытын таппайтын болса, онда ол біріншіден өзінің өмірін құртады, өзінің өмірлік жолын таппайды, алдына қойған мақсатына жете алмайды. Тіпті бұндай адамдардың ауыр депрессияға түсіп, өмірі құрбы өтетін жағдайларда өте көп дейді. Енді осы бір адамның қателесуінің ықпалы қоғамға да әсер етеді деген. Сонда Жүсіпбек Аймауытұлы айтады, егер бір адамның өмірі құртылатын болса, сол өмірінің құртылуының зардабы қоғамға әсер ететін болса, бұл өте негізгі мәселелердің бірі дейді. Енді осы кітаптағы бірнеше терминдерге тоқталып көрейік. Мысалы, мына бір сөзге қараңыздар. Кімде-кім өзіне біткен ыңғайына қарай өз жолымен жүріп қызмет етсе, өз басына да әлеуметке де үлкен пайда келтірмек. Әдетте біз қоғамға қызмет, отан үшін қызмет, отан сүйгіштік деген ұғымдарды айтамыз. Жүсіпбек Аймауытұлы отанға қызмет, елге қызмет, отанды сүю, осы өз орнында табудан бастау алады деген тұжырым айтады. Бұнысы да әрине өте құнды тұжырым. Тағы бір цитатаға қарап көрейік. Әр адам сүйегіне біткен икемділігіне қарай қызмет етуі керек дейді. Енді осы жерде қазақтың бір мақалын айтады. Қазақта мынандай бір сөз бар дейді автор. Сөйлей шешен боласың, көре көсем боласың. Бұл сөз жалпы адамға арналған сөз емес. Бұны ар жағында сол шешендікке, көсемдікке бейімі бар адамға айту керек. Ал егер ар жағында бейімі жоқ адам болатын болса, азаннан кешке шейін сөйлегенмен ол шешен бола алмайды, ол бос мылжың болады деп, енді сол кездің тілі, автордың өзі қолданған сөз, осындай тұжырым жасайды. Мен бірде профессор Мекемтас Мырзахметұлына мынандай бір сұрақ қойған едім, сол мысал есіме түсіп отыр. Мен айттым, кез келген адам ақын бола ма деген едім. Жоқ, ақын бола алмайды, өйткені ақын деген адам туа бітетін өнер деп жауап берген еді. Ал енді кез келген адам ғалым бола ма дегенде, ғалым бола алады, бірақ ол үшін бір шарт бар, балалықты қию керек деп жауап берген еді. Дәл осы ой мына кітаптың ішінде де кездеседі. Жүсіпбек Аймауытұлы айтады, жазушылық ақындық сүйекке бітетін өнер дейді. Осы орайда Жүсіпбек Аймауытұлының айтып жатқан осы тұжырымдары Абай Құнанбайұлының өлеңдерінде де кездеседі екен. Абай Құнанбайұлы былай дейді: сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан дейді.
мына екі ой үндесіп тұр деп ойлаймын. Немесе мына бір жолдарға мән беріп көрейік. Абай Құнанбайұлының шығармашылығындағы. Абай Құнанбайұлы айтады: азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл деген сөз. Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл. Демек, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегенде, Абай Құнанбайұлы осы адам өзінің бейіміне қарап, өзінің орнын тапса ғана өзінің жолын табады, өзінің болмыс қабілеттерін аша біледі дегенді айтып отқанын тану, түсіну қиын емес. Енді Жүсіпбек Аймауытұлы осы кітапта, біз қозғап отқан кітаптың ішінде адамның мінез құлқын бірнеше топқа бөледі. Күйгелек, аяныш жанды, мысалы қазір енді мынау терминдік тұрғыдан да өте құнды сөздер деп есептейміз. Ыстық қанды, салқын қанды, қызбалы, құмартпалы, ұйытқымалы, саруайымшылдық деп бөліп келеді. Осы топтағы әр адамдардың өзінің бейім келетін, егер кірісетін болса, атқарып, жақсы меңгеріп кететін кәсіптеріне тоқталады. Бұл да өте маңызды деп ойлаймын. Қазіргі жоғары сыныпқа сабақ беріп жүрген ұстаздар міндетті түрде мынау психологиялық топтардың қайсысы қай мамандыққа бейім дегенді оқып танысатын болса, алдында отырған шәкірттерге жол сілтеу кезінде қателеспейді деп ойлаймын. Және осы тақырыпқа байланысты бір цитатамен түйіндесек, бұл мәселені Аймауытов айтады: адам туыла белгілі бір өнерге бейім болып келеді. Басқаша айтқанда, әр адам бір нәрсеге талап, ыңғайлы, қабілет, зеректігі болады. Мәселен, біреу әскерлікке, не жазушылыққа, болмаса дәрігерлікке, яки саудаға, біреу даулы сөзге ыңғайланып жаралады дейді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, және неге арналсаң соны істе деген мәселеде автордың түйіні адам өзінің іштен туа бітті бір икеммен, бейіммен туылады. Айналадағы атана, ұстаздар сол бейімділікке қарап баланы бағыттау керек, сол бағытта үйрету керек. Сонда ғана ол қоғамның пайдалы мүшесі және өзінің өмірлік орын тапқан жақсы азамат болып шығады деген тұжырым жасайды. Және осы кітаптың ішінде адамның мінезін жіктейді және сол мінездерді мамандықтармен байланыстырады. Суретшілер, ғалымдар, болжаушылар, әкімдер, шаруашылар, әлеуметшілдер, көпшілдерді бірнеше топқа бөледі. Және осы топтардың әрқайсысына тән белгілі бір ерекшеліктерін айтады. Мысалы, суретшілер деген топтағы балалар ұшқыр ойлы, байқамбаз, қиялы, бай болып келеді. Әдетте бұндай балалар шығармашылыққа бейім болады дейді. Екінші, ғалымдар деген топтағы балалардың негізгі ерекшелігі санамен, ақылмен жұмыс жасайды. Олар өте зерек болады. Егер бұндай балалар, осы топтағы балалар ғылыммен айналысатын болса, ғылым жолында ізденіске түсетін болса, үлкен биіктерге жететіндігін айтады. Келесі топ болжаушылар. Олар қызуқанды, ар-ұят, борышты жоғары қояды дейді. Әдетте бұндай адамдар мынау ел қорғау, әскери қызмет, топты басқару сияқты қызметтерді өте жауапкершілікпен атқарады дейді. Енді бұның әрқайсысын жіліктеп тарқатып отыруға уақыт жоқ. Соңғы бір тобына тоқталайық. Мына көпшілдер деген топқа мынандай бір ерекшеліктер бар. Ішкі сезімі терең, көмекке даяр, сыншыл, сыршыл болып келеді дейді. Міне сол 100 жыл бұрын автордың әр баланың өзіне тән мінезін жіктеп, оның бойындағы негізгі сипаттарды айтып, ол сипаттардың қай мамандыққа бейім, қай мамандыққа тура келетінін айтуы расында да қазіргі күн ішінде өте маңызды, өте өзекті деп айтсақ, қателеспейтін шығармыз. Енді келесі тоқталатын кітабымыз, ол жаңа айттық, 1926 жылы жарық көрген бұл кітапта «Психология» атты кітап. Енді авторлар бұл кітапты араб әрпімен жазылған, соны кириллицаға транскрипция жасаған кезде барынша автордың стилін, сөз қолданысын бәрін сол күйі сақтауға тырысқан. Тіпті кітаптың өзін байқасаңыздар, аты «Психология» деп айтылып тұр. Бұл енді авторлардың, аударған автордың Жүсіпбек Аймауытовтың стиліне, сол кездегі тілге деген құрметтеп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Енді жалпы психология деген жан тану деп айтады автор. Адамның жанын тану, терең түсіну ол өте маңызды нәрсе екендігіне тоқталады. Енді осы жерде әңгімені мынадан бастап, автор осы кітаптың ішінде орысша және Европадан алынған бірнеше терминдердің қазақша баламасын береді. Енді байқап отырсақ, қазір біз бұл терминдердің бәрін қолданып отырмыз. Бірақ сол кезде автордың осы Европадан немесе орыс тілі арқылы алған терминдерді соншалықты дәл аударғаны
шынында да ол кісінің ғылыми интуициясының өте жоғары екендігін дәлел болса керек. Мысалы, мына бір екі сөзге тоқталып көрейік. Амал деген терминді қолданады кітапта. Мағына, мақсат, мейірімділік, елігу, еліктеу, ниет деген. Мысалы, ерік деген термин, воля, қазір біз енді қолданып жүрміз, жиі қолданамыз, бірақ дегенмен ең алғаш бір ғылыми термин ретінде осы психологияда қолданған, сол жерде бастауын алған деп айтсақ қателеспейміз. Осы психологияның ішінде ерекше тоқталуға тұратын ілтипат деген ұғым бар. Естеріңізде болса, өткен алдыңғы сабақтарымыздың бірінде біз Мағжан Жұмабайұлының абай деген бір ұғымына тоқталған едік. Бұл енді педагогикада Мағжан Жұмабайұлы абай деп қолданған терминді бұл жерде автор ілтипат деп қолданады. Осы жерден мынаны байқауға болады. Кейде біз сөздердің мағынасын осы заманауи қолданған кезде кішкене түпкі бастапқы мағынасынан кішкене алшақтап кеткенімізді байқауға болады. Мысалға, ілтипат дегенде біз тек қана құрмет деп түсінеміз ғой. Ал автор оған мынандай анықтама береді осы кітапта. Ілтипат деген ақылдың бір нәрсемен түгел шұғылдануы. Сөйтіп, нақты түсінікті болу үшін мынандай бір қарапайым мысал келтіреді. Мысалға, сіз көшеде бір адаммен сөйлеп тұрсыз, айналадағы құстың дауысы, көшеден өткен көліктің дауысы, немесе жаңғырған тарсыл гүрсіл дыбыстың ешқайсысына мән бермейсіз. Сіз тек қана сөйлесіп тұрған адамның сөзін естисіз дейді. Міне ілтипат деген осы дейді. Немесе мынандай бір мысал, адам бір кітапты оқып отыр, өзін шақырған адамды естімей қояды, өйткені ілтипаты сол кітапқа алып кетті. Міне ілтипат деген осы. Яғни адамның ішкі жан дүниесінің, ақылының тұтастай бір мәселеге шоғырлануын автор ілтипат деп атап отыр. Енді ілтипат несімен маңызды? Ілтипат несімен маңызды дегенге автор айтады, егер баланың ілтипаты дамымайтын болса, бала ғылым білімді іздейтін тұлға ретінде өсуі ойдағыдай болмайды дейді. Сондықтан ілтипаттың дамуы өте маңызды дейді. Ілтипатты мынандай қылып бөледі, ырықты және ырықсыз деп. Балдардың ілтипаты бастапқы кезде ырықсыз болады дейді, яғни кез келген нәрсеге ауып кете береді. Бірақ ата-ана, қоршаған орта, ұстаздар жүйелі жұмыс жасайтын болса, онда бала бастаған ісіне мән беріп, түбімен, тамырымен қопарып түсінетін, зерттейтін дағды қалыптасады дейді. Бұны ырықты ілтипат деп атайды. Енді бұны естеріңізде болса, Мағжан Жұмабайұлы өзінің педагогика деген кітабында ерікті және еріксіз абай деп екіге бөледі. Тура екеуі үйлесіп тұр. Енді осы жерде мына ілтипаты өте жоғары адамдар ретінде ғалымдарды атайды автор. Мысалға, ғалымдар көбінесе мынау тұрмыс тіршіліктегі іс-әрекеттерге ебедейсіз, икемсіз болып келеді, өйткені олардың ақылы одан да күрделі мәселелермен шұғылданып үйренген. Сондықтан дейді, ғылыммен айналысып жүрген адамдарда осындай ерекшелік болатындығына тоқталады. Жалпы ілтипат ұғымының адамның өміріне тек ғылым емес, адамның өмір ішінде өте маңызды екендігін айтады. Ілтипат кез келген салада жетістікке жету үшін де өте маңызды екендігіне тоқталады. Мысалға, бір кәсіпті бастап, соңына шейін игеріп және шын мәнінде профессионал болып шығу үшін осы ілтипаттың лайықты, тәрбиеленген ілтипатты адам болу өте маңызды дейді. Енді осы ілтипат ұғымына қатысты бір-екі терминге тоқталып өтейік. Данышпан адамда қызық нәрсемен шұғылданатын қабілет аз болады. Ондай адамдар хатқа жауап қайырмайды. Үй ішіндегі міндетін де ескермейді. Неге? Ондай уақыт нәрселер оған қызықты көрініп, ақылын меңгерген зор нәрселерден ойын алаң қылып, ілтипатын бұзады. Немесе, данышпан адамдардың күні бойы талмай ілтипатын қойып, бір нәрсемен алдануы ілтипаты ырықты болғандықтан дейді. Сондықтан педагог ретінде, ұстаз ретінде біз алдымыздағы оқушының осы бір нәрсеге терең мән беруіне, немесе авторша айтқан кезде ілтипатының дұрыс жолға қойылғанына қатты мән беруіміз керек деген сөз. Одан кейін мына бір нәрсені қазіргі біздің оқу процесі үшін өте бір өзекті бір мәселе бар. Жүсіпбек Аймауытұлы осыған тоқталады. Ол ескіде жаңада өздігінен ілтипат тартпайды дейді. Мысалы үшін, балаға ескі нәрсені қайталай берсең, бала оған назар аудармайды. Немесе мүлде балаға белгісіз бір жаңа нәрсені ұсынсаң да, оған баланың ілтипатын, баланың абайын тартпайды дейді. Енді мына нәрсені ұсынады. Балаға білім берген кезде ескіден де мәліметтер алып, жаңадан да мәліметтер алып, екеуін бір-біріне қосып беру керек дейді. Бұл жерде тағы да біз
педагогика деген атты кітапта қозғалатын Мағжанның бір сөзін еске түсіреміз. Ол не деген сөз? Ол былай деп айтады: балаға білім бергенде ескі білімді жаңа білімге байлап беру керек деген сөз. Бұл жерде екі автордың ойы бір жерден шығып тұр. Мысалға, мынау біздің қысқа мерзімді сабақ жоспарында алдыңғы білім деген нәрсе бар. Осы алдыңғы білім деген нәрсе расында да бүгінгі тақырып бойынша бала не біледі, және ары қарай қалай дамыту керек, жалғастыру керек деген ұғым түптеп келген кезде соны автор айтып отыр. Жаңа қысқа мерзімді жоспар демекші, автор Жүсіпбек Аймауытұлы қысқа мерзімді жоспардың да бірнеше түріне тоқталып, оның психологиямен байланысына бір мысалдар келтірген, және жоспардың бірнеше түрлерін өзінің кітабына енгізген екен. Бұл да мән берер нәрсе. Әрине бұл жерде біз ол жоспарларды талдап талқылауға уақыт көтермейді. Енді кітапта қозғалатын тағы бір маңызды мәселе, әр істің өз уақыты бар дейді. Енді бұл мән беретін нәрсе, жалпы баланың ықыласының ілтипатын төмендеп кетуінің екі үлкен себебі бар дейді автор. Біріншісі, сол уақытта білім аңсап жүрген кезінде тиісті тәжірибе ете алмай, дер шағын өткізіп алғандық. Мысалы, бала бір нәрсеге қызыққан кезде дер кезінде соны үйретпегендіктен оның ілтипаты төмендеп кетеді дейді. Немесе екінші, тым ерте шұғылдандырып қою. Мысалға, 6 жаста бастайтын істі 5 жаста бастап қойса, немесе 10 жасқа толған кезде кірісетін ісіне 8 жастан салып жіберетін болсақ, бұл баланың ілтипатының төмендеуіне, тауының шағылына әкеліп соғатын нәрсе дейді. Сондықтан автор бұл жерде айтады, баланы бір нәрсеге бейімдеудің, үйретудің өзінің уақыты бар, сол уақытында істеу керек деген. Егер тым ерте немесе тым кеш бастайтын болса, ол баланың ықыласының, баланың ынтызарлығын төмендеп кетуіне әкеліп соғады дейді. Және Джеймс деген ғалымның мынандай бір жүргізген зерттеуін келтіреді. Философияға мәңгі қабілет жоқ студенттерді бақылай келсем, себебі ол білімге жыл бұрын ертерек кіріскендіктен болып шықты дейді. Демек, Джеймс деген ғалым мынандай бір жағдайды байқаған, өзінің тобында, оқу тобындағы студенттердің өзінің бағытына таңдаған кәсібіне мүлде ықылас жоқ шәкірттердің жасын анықтаған кезде, олардың бәрі оқуды бір жыл бастап кеткен оқушылар екендігі анықталған. Сондықтан бұл жерде Жүсіпбек Аймауытұлы өзінің тұжырымын, өзінің айтып отқан концепциясын шетелдік ғалымдардың тәжірибесімен байланыстырып отыр. Келесі тәрбие деген мәселе. Біз енді әрине білім мен тәрбиені байланысты қарастырамыз. Авторда осы үрдістен шықпайды. Білім мен тәрбиеге қатысты мынандай тұжырымдар айтады. Ғылымсыз білім сыңаржақ. Ғылым білімді ұлғайтады. Ғылымсыз білім тым құрғақ, білімді орынды жұмсау керек дейді. Білімнің адамзат игілігіне жұмсауы тәрбиеге байланысты. Тәрбиесіз білімді адам сол білімнің адамзаттың игілігіне де, сорына да оның сол жұмсай беруі мүмкін. Қысқаша айтқан кезде автор, егер біз адамға білім беретін болса, ол адамзаттың бағына емес, керісінше адамзаттың зиянына жұмсайды дейді. Тәрбиелі адам, яғни иманды адам, толық адам ондайға бармақ емес. Ол білімін өз орнына игілікке, адамзаттың гүлденуіне жұмсайды дейді. Бұл жерде автор тәрбие мен білімді тығыз байланыстырады. Бұл жерде Фарабидің сөзі еске түседі. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген Фарабидің сонау 9 ғасырда айтқан Фарабидің ойымен үндесіп жатыр. Мына бір осы тәрбиеге байланысты бөлімін автор мына бір сөзбен түйіндеген кітапта. Мұғалімнің айналысатыны үнемі қозғалып, өзгеріп өсетін, өркендейтін тірі адам болғандықтан бір келкі әдіске табан тіреп шектеліп қалуға болмайды. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңан табатын өнер дейді. Бұл жерде шығармашылық ізденістің, тоқтаусыз үздіксіз ізденістің мұғалімге аса қажетті шарт екендігіне тоқталып отыр. Одан кейін әңгіменің басында айттық, 20 ғасырдың басындағы ғылымдағы, әдебиеттегі, мәдениеттегі авторлардың бәрі ұлттық құндылықтарға қатты мән берген. Автор да бұл сол үрдістен шықпайды. Автор бұл кітабында айтады, бала психологиясының сомдалуына әке шешесінің рөлі өте үлкендігіне тоқталады. Бала бір белгілі бір ұлттың отбасында өсіп жатқандықтан, сол ұлттың ерекшелігін, қасиеттерін, артықшылықтарын, жақсылықтарын бойына сіңіреді дейді.
ұстаз да осы ұлттық ерекшеліктерден хабардар болу керек дейді. Тағы да бір бала тәрбиесіне қатысты мына бір ойға тоқталады. Баланың сыртқы көрінісіне қатты мән беру керек дейді. Баланың сыртқы жинақылығына, сыртқы киімінің таза, өзіне ұнасымды, жарасымды болуына да қатты мән беру керек дейді. Не үшін? Бұл жерде мына Бауыржан Момышұлының бір сөзі еске түседі. Бауыржан Момышұлы айтады: сыртқы жинақылық ішкі жүйеліктен, ішкі тәртіптен, ішкі парасаттан хабар беріп тұрады. Керісінше сырттағы бейберекетсіздік адамның ішкі әлемдегі бейберекетсіздіктің жемісі көрінісі дейді. Сондықтан бұл жерде мынау баланың сыртқы көрінісіне де қатты мән беру керек, өйткені ол ішкі әлеміне әсер беріп, өзінің бір ықпалын жасап отыратын құндылық екеніне тоқталады. Мына бала қылығындағы өзгерістер. Автор баланың қылығы, яғни әртүрлі мінез құлқындағы өзгерістер, іс-әрекетіндегі өзгерістерге қатты мән береді. Соған байланысты бірнеше цитаталар береді. Қылықты зерттеудің маңызы зор дейді. Неге? Өйткені баланың ішкі әлемінде болып жатқан өзгерістердің бәрі сыртқа белгі беріп отырады, сыртқа жемісі көрініп отырады деген. Оқушының қылығы неден өзгеретінін білу тәрбиеші үшін өте маңызды дейді. Бұл жерде тағы да Мағжан Жұмабайұлының педагогикада қозғалатын бір сөзі, термин еске түсіп отыр. Мағжан Бекенұлы не дейді? Тәрбиеші мүмкін болғанша физиономист болу керек дейді. Демек, баланың сыртқы әлемінде болып жатқан өзгерістердің бәрін қалт жібермей бақылап, қадағалап, соны түсініп отыру керек деген тұжырым айтады. Жақсы оқытушы болу үшін ілтипатты, тұрақты, кең мінезі ауыр, жатық бойына берік, ұстамды болу керек. Шәкірттерінің қылт еткен қылығын байқап, жауабына әзір тұру керек. Қысқаша айтқан кезде, баланың ішкі әлемінде болып жатқан құбылыстардың бәрін ұстазы оқып отыру керек, соған дер кезінде реакция беру керек деген нәрсеге тоқталады. Енді бүгінгі әңгіменің соңына қарай аймауытлы және заманауи идеялар деген тақырыпқа кішкене соғып өтпекшіміз. Қазір енді біз функционал сауаттылыққа қатты мән береміз. Функционал сауаттылықтың негізгі идеясы ол баланың алған білімін өмірде пайдалану ғой. Осы идеялар 100 жыл бұрын психология деген кітаптың ішінде де көрініс береді екен. Атап айтқанда, автор айтады: өмірге пайдасыз білімнің білім сәндігі жоқ дейді. Демек, құр ғана үйреніп, бірақ өмірде пайдаланбайтын білімді ол білім сәндігі жоқ деп отыр. Немесе оқушы қосқан тақырыптың аз-маз жомасын көргеннен кейін оқушы өз бетімен тексеріп, өздігінен жұмыс істеп кетеді. Қазір енді біз жаңартылған білім мазмұнында мына бір тұжырымдаманы қайта-қайта айтып жүрміз. Барлық нәрсені балаға дайын күйінде бермеу керекпіз. Баланың өз бетінше ізденуіне жағдай жасау керек деген идеяны қайта-қайта қайталаймыз. Бұл идеяда мынау психологияның ішінде тұр. Былай деп айтады: баланың өзіне істету мектеп программасының зор мақсатының бірі дейді. Баланың өзіне істету. Не үшін? Бала өзі істеген кезде өзі алады, өзі түсінеді, терең түйіп, терең түйсінеді дейді. Немесе әуелде қиын көрген нәрсе қайта-қайта істеле берсе, жүре бара оңайланып кетеді. Тіпті көп дағдылансақ, ойланбастан машина тәрізден істейтін боламыз дейді. Бұл да қазіргі заманауи жаңартылған білім мазмұнындағы бар идея. Бұл дағды, баланың бойында дағды қалыптасатын болса, ол машина тәрізді автоматты түрде істейтін деңгейге шейін жетеді дейді. Немесе мына бір қазіргі білім жүйесі үшін маңызды бір тұжырым бірі: өздігінен қызық емес, ынта тартпайтын нәрсе ынтаны тартатын нәрсемен байланысса қызық болып кетеді. Мен ойымша бұл жерде тимбилдинг, психологиялық ахуал қалыптастыру, сергіту сәттерін айтып отыр. Осы кітапта кездесетін бір концепцияға тоқталып кеткім келіп отыр. Әрине бұл жерде біз осы психология кітабындағы бүкіл идеялардың бәрін терең қопарып талдап тастауға уақыт көтермейді. Бірақ дегенмен негізгі идеяларға соғып өтіруге болады. Мына ірі адам концепциясы деген мәселе. Ірі адам концепциясы деген не? Автор айтады: қоғамға жақсылықты әкелетінде, өзгерісті әкелетінде ірі қабілетпен жаратылған, туылған адамдар дейді. Сөйтіп, Абай, Ахмет Байтұрсынұлы, Махамбет сияқты қазақтың ірі тұлғаларына тоқталады. Жалпы қоғамға әсер беретін көпшілік емес, ірі адамдар дейді. Бұл жерде кәдімгі ірі адам деген терминді қолданады. Бұл термин Абайдың қара сөздерінде де кездеседі. Мысалға, мына бір сөзіне қарап көрейік. Әрбір жеке адам өз үстінен қоғамға ықпал береді, бірақ кім болса сол ықпал бере алмайды. Біреудікі аз, біреудікі көп дейді.
әсіресе қоғамға қатты әсер ететін адамдар, олар ірі қабілетпен жаратылған осы ірі адамдар дейді. Расында Жүсіпбек Аймауытұлының өзі де осы ірі адамдарға жататын еді. Енді ол заманауи әдебиет теоретигі Ақжол Самұраттың мына бір сөзін оқығым келіп тұр. Ол да осы ірі адам концепциясы туралы қозғайды. Мұқағали һәм ірі тұлға, әлі күнге дейін оның өлеңдерінің халық жанын тербейтін содан, жанының ірі болғандығынан, халық ішінде ірі жанды адамдар көп болу керек. Ірі жанға ақ пен қараның арасы ашылады. Бұлар тірі адамдар деген бір ой айтады. Міне бұл жерде ірі адам деген не? Ұлттың, мемлекеттің үлкен тұлғалары, қоғамға жақсылық жасайтын, өзгеріс әкелетін осылар деген ой айтады. Ұлтқа қызмет. Ұлтқа қызмет деген тақырыпқа көп тоқталады автор психология кітабында. Ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет қылған азаматы көп жұрт, күшті, өнерлі, білімді жұрт болып, күресте тең түсіп, басқалардан өзін елетіп отыр. Және үлгі ретінде бұл жерде Германия, Япония, Англия, Туркия сияқты мемлекеттерді атайды. Олардың әр адам мемлекеттің керегі қызметкері. Яғни ұлтқа қызмет жасау, ол әр азаматтың парыз деген мәселеге тоқталады. Енді кітапты бүгінгі сол кітаптағы маңызды бір тұжырыммен аяқтағым келіп отыр. Бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, қыз қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Ойлаңыздар, халық біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз. Олай болса мойнымызда халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр деп психология атты кітапты түйіндеген екен. Біз бүгінгі таныстырылымды осы сөзбен, осы оймен түйіндегіміз келіп отыр. Ендігі кезекте мынау чатта келіп түскен сұрақтар бар. Сол чатта келіп түскен сұрақтарға берсек. Қазақта жас жетпей, іс жетпейді деген сөзбен қорытындысы болар ма? Тамаша. Жаңа біз мынау презентацияның ішінде мынандай бір ойды қозғадық. Психология еңбегіндегі әр істің өзі уақыты бар деген. Мынау сұрақты қоюшы қазақта жас жетпей, іс жетпейді деген сөз бар, соған келеме деген тамаша келіп тұр. Жалпы мақал мәтелдер егер жүйесін таба білсек, ол ғылыми тұжырымдармен, ғылыми жаңалықтармен үндесіп жатады. Мына жерде бір автор томаға тұйықтым деп басталатын өлеңіңізді жіберіңізші депті. Енді оны қазір чаттан кейін біздің IT мамандарға өтініш жасаймыз. Мен уәде берем, ол өлеңді жіберем сіздерге. Қазақты құзыретті физиономист бар ма? Бар болса, атын атасаңыз депті. Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Мен Бауыржан Момышұлын атар едім. Мынау Бауыржан Момышұлының Жонарқа деген әңгімесі бар. Сол әңгімеде өзінің бір рота командирін тапсырмаға жұмсап тұрып, оның арқасына қарап дейді, арқасына қарап, мен оның тапсырманы орындай алмайтындығын біліп қойдым деп айтатын бір тұжырым бар. Міне бұл кісіні қалай құзыретті физиономист деп айта алмаймыз. Одан кейін біздің ат белгілері, құлагер, 320 аттың арасынан құлагерді бас бәйге осыныкі деп тани білетін сыншыларды қалай физиономист деп ата алмайсыз? Адам емес, жүйрікті, сәйгүлікті танитын сондай адамдар болған. Енді қазір мен өзім еңбегін оқып зерделеп жүрген авторлардың ішінде өте мықты физиономист деп мен Бауыржан Момышұлын атар едім. Және Жүсіпбек Аймауытұлының өзі де сол мықты физиономисттердің бірі. Ал енді көзі тірі адамдардың ішінде ондай замандастарымыз бар, әрине бағалай білсек. Қазіргі қоғамда көзі тірі тұлғалардан кімдерді ірі адам деп айтқан болар едіңіз? Өз еңбегіне адалдықпен қарайтын, өзінің саласын терең ғылыми негізде меңгерген мұғалімдерді мен ірі адамдар деп атар едім. Ірі адамдар көп, тек қана соларды құрметтеп, қадірлеп, дер кезінде бағалай білсек деп айтқым келеді. Ірі деген кімдер? Қоғамға жақсылығын аямай үйіп төгіп жатқан адамдар. Спортшылардың арасында бар, ғылым білім саласында да бар. Мысалға, Димаш Құдайбергенді мен ірі адам деп есептеймін. Өзінің өнерімен, қазақтың ұлттық әндерімен сол әлем сахнасында жүрген Димашты неге ірі адам деп атамасқа? Кешегі бокстан
әлемдік аренада жүрген, әлем чемпион атанған тұңғыш қазақ Жәнібек Әлімханұлын неге ірі адам деп атамасқа, немесе анау дүниежүзілік олимпиададан алтын медаль алып, алдынан жан салмай ұтып келіп жатқан жас іні қарындастарымыз неге ірі адам деп атамасқа деген ой келіп отыр. Міне чаттан келіп түскен сұрақтар осылар екен. Әзірге осы сұрақтар, келіп түскен сұрақтардың бәріне жауап бердік деп ойлаймын. Енді бүгінгі дәрісті тыңдап отқан әріптестердің арасында пікір айтам деген тыңдаушылар болса, пікірлеріңізді тыңдауға біз дайынбыз. Кезек өздеріңізде. Армысыздар, құрметті қауым. Армысыз абай, міне бүгін осы бағдарламаға қатысқаныма қуаныштымын. Өзімді таныстырып өтсем, мен Павлодар облысы Баянауыл ауданы Жүсіпбек Аймауытов ауылының Жүсіпбек Аймауытов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің оқу ісі меңгерушісімін. Мамандығым бойынша қазақ тілі мен әдебиет мұғалімімін. Осы аталмыш мектепте 27 жыл жұмыс жасаймын. Мектебіміз шағын жинақталған мектеп. Мектебімізде 103 оқушы бар. Енді мектебіміз Жүсіпбек Аймауытов атындағы мектеп болғандықтан, әрқашанда әрдайым сабақта біз осы атамыздың шығармаларын, жаңағы өлеңдерін насихаттаймыз, бойларына сіңіреміз. Енді сабағымызда да әрқашанда қолданамыз. Енді Жүсіпбек Аймауытовтың 130 жылдығына орай үлкен іс-шара өтті біздің мектебімізде. Ол кісі енді Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласындағы Ұлы даланың ұлы есімдері жобасы шеңберінде облыстық мектеп ұстаздарының арасында сөз жампоз Жүсіпбек атты үлкен сайыс өтті. Жан-жақтан ауданымыз бойынша оқушыларымыз қатысып, өздерінің Жүсіпбек атамыздың өлеңдерін жатқа айтып, ақын оқушыларымыз да болды. Өздерінің жақсы биік белестерден көрсетті. Енді мен де бүгін осы бағдарламаға қатысқаныма қуаныштымын. Жаңағы біз білеміз ғой, Жүсіпбек Аймауытов жан-жақты өнер иесі, ақын, жазушы, театр саласына да, педагогика, психология саласына да көп зор үлес қосқан біздің психолог, педагогымыз, жазушымыз. Бүгінде осы бағдарламадан көп тың деректер естіп жатырмын. Әлі де бұл кісінің шығармасын зерттеп жатқан ғалымдар, жазушылар бар. Тың деректер де шығып жатыр. Біз де іздену үстіндеміз. Енді ары қарай біздің басты мақсатымыз осы Жүсіпбек атамыз туралы дағы да жаңа ой, жаңа пікірлер, туындылары, әлі жарық көрмеген, жарық көрмеген шығармалар да бар екен. Соның барлығын осы оқушылардың бойына дарыту біздің басты мақсатымыз. Енді сол айтарым. Рахмет. Үлкен рахмет, бәрекелді. Тағы да пікір айтам деген тыңдаушылар болса, пікір қоссаңыздар, өз пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар болады. Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы көп салалы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, тренері Салбекова Бибігүл Есімханқызымын. Мен өкінішке орай қазір видеомды қоса алмай отырмын, бейне жазбамды. Қосылды. Құрметті әріптестер, осы Жүсіпбек Аймауытов дегенде біз елең еткізіп, мынау керемет сабақ кезіндегі керемет ой бөлістеріңізді бөлісіп отырсыз. Енді біздің мектебіміздің ашылғанына, Жүсіпбек Аймауытов атындағы мектеп гимназиясының ашылғанына биыл 31 жыл болып отыр. Осы ең алғаш рет 91 жылы ашылған бұл мектебіміз. Бізде сол кезде Жүсіпбек Аймауытовтың өзінің қызы, Муза Аймауыт қызы біздің мектебіміздің сау кесеріне келіп, мектептің арнайы лентасын қиып, өзінің мектебіміздің ішінен мұражай ашып, осы атамыздың құрметіне. Сол мұражайда өзінің арнайы қолтаңбасын қалдырған еді. Біз сондықтан біз үздіксіз осы Жүсіпбек Аймауытовтың 25 жылдық, 30 жылдық, 10 жылдық
5 жылдық деген әрбір іс-шарасында үлкен жұмыстарын жаңа қырынан көрсетуді жөн санап жатырмыз. Енді бүгін біз Жүсіпбек Аймауытовтың осы оқыту педагогика саласындағы тың еңбектері жөнінде мен өзім де осы Жүсіпбек Аймауытовтың педагогикалық көзқарастары және оның бүгінгі таңдағы заманауи оқыту жүйесіндегі үндестігі тақырыбында оқыту семинарын өткен болатынмын. Бұл жердегі біздің Абай ағайымыз керемет, менің әріптесім ой бөлісіп отыр. Бүгінгі таңда бұл оқыту жүйесіндегі біз STEM бағдарламасы негізінде Абай осы Жүсіпбектің еңбектеріне бастау алып жатқандығының мен комплекспен оқыту жолдары атты еңбегіндегі оймен дәлме-дәл былай келтіргім келіп жатыр. Кәдімгі осы комплекс оқыту жолдары деген еңбегінде былай делінген: жаңа программаның бастысы 3 тірегі бар. Ол жаратылыс, қоғам һәм еңбек деген ойы. Ғылым, жаратылыстану, технология, инженерия, математика бағыты бойынша оқушыны дамыту осы тұрғысынан бастау алады. Яғни біз қай жұмыс жасай қажет екендігін біз алғашқы уақытта осы 100 жыл бұрын айтып өткен біздің Жүсіпбектің идеялары бүгінгі 21 ғасыр таңында біз жүзеге асып жатқандығының куәсі болып отырмыз. Бүгінгі таңда сіздер білесіздер, мәңгілік ел идеясы мен ұлттың мәңгілік жасауына құндылықтарға бағдарланған тәсілмен оқыту жүйесінің бой көтеріп жатқандығы, осының бастауы бүгінгі таңда Жүсіпбектің біздің отан деген ұлттық патриоттық идеясымен үзеңгілес жатыр. Тіпті мынау жаңартылған бағдарламаның бастауы осы Жүсіпбек Аймауытовтың ғылыми зерттеу еңбектерінің төрінен орын алып, бүгінгі таңда соны біз дәлелмен еңбек әрекетіне түсіп жатқандықтың куәсі болып отырмыз. Сондықтан да бүгін тағы да бір Жүсіпбектің жаңа қырынан ашуына бізге ықпал беріп, жан жүйесі еңбегін толыққанды оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына, дамытуына ықпалын тигізіп жатқандығын Абай Қалшабек мырза өте ұтымды көрсетіп беріп отырсыздар. Өйткені бұл оқушының жан-жақты дамуына әсер ету үшін осы жан жүйесі оқулығы әрбір, бұл тек қана психолог мамандарға емес, әрбір педагог жеке жасауына және кәсіби дамуын оқушы жүрегіне жол таба білуіне зор ықпал тигізеді деген ойдамын. Мұнда бүкіл флегматик, сангвиник, меланхолик секілді баланың темперамент түріне қарай, егер де біз баламен дұрыс жұмыс жасай білсек, біз ол баланы оқуға, білімге тартуға мүмкіндік болады деген ойдың бүгінгі таңда сіз соның сенімді жаңағы дәлелдермен келтіре отырып, мысал түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Бүгін сіздер дәрістеріңіз өте жоғары деңгейде өтті. Алдағы уақытта осы ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, ұлттық біздің педагогиканы дәріптейтін жаңағы тұлғаларымызды ары қарай осы шабыт рухани танымдық жобасында көргіміз келеді. Сіздерге мен үлкен сәттілік тілеймін, құрметті әріптестер. Рахмет сіздерге. Пікіріңізге үлкен рахмет. Мына чаттан бір сұрақ келіп түскен екен, соған тоқтала кетейік әңгімеміздің соңында. Жоғарыда Жүсіпбек ғұламаның пайдасыз білім деген бір сөзі аталып кетті. Осы пайдасыз білім дегенге бір түсінік бере кетсеңіз, бүгінгі заманда пайдасыз білім көбейіп кеткен жоқ па? Осы жайында бір түсініктеме берсеңіз дейді. Енді мен жаңа осы психология деген кітаптағы автордың мынандай бір сөзін келтірдім. Ол сөз өмірге қатысы жоқ білімнің білім сәндігі жоқ дейді. Демек, нақты өмірге қатысы жоқ білімнің білім деп атаудың да қажет жоқ, оның пайдасы жоқ деген нәрсеге тоқталады. Сондықтан енді автор нені айтып отыр? Білім өмірмен байланысты болғанда ғана, өмірде жүзеге асқанда ғана ол шын мәнінде білім болады деген концепцияны айтып отыр. Біз де осыған ұйымыз. Енді әңгіменің соңында мынандай бір тұжырым айтқым келеді. Бауыржан Момышұлы айтқан екен, менің ұстаздарымның ішіндегі ірі ұстаз ол Жүсіпбек Аймауытұлы деп кеңес дәуірінде айтқан екен. Сонау 7 жылдық мектепте оқып жүрген кезде Жүсіпбек Аймауытұлының тәлімдерін тыңдаған екен. Сондықтан атақты Баукеңнің өзіне ұстаз тұтқан болса, әрине Жүсіпбек Аймауытұлы біздің де ұстазымыз. Сондықтан жаңа чатқа еңбегін тастадық. Әр мұғалім Мағжанның
педагогикасын, Жүсіпбектің психологиясын оқу керек, сонымен қарулану керек, балаларға осыны сіңіру керек деп ойлаймыз. Бүгінгі дәрісімізді тыңдағандарыңызға рахмет. Бәріміз осы білім саласында табысты еңбек ете берейік.